Сәлем достар, баршаңызға менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағанда шығатын бисквиттің рецептімен бөліспекшімін. Ол үшін алдын ала бисквит жасайтын ыдысты, насадканы және шекерді холодильникке салып мұздатып қоямыз. Бисквитке қосылатын жұмыртқаны да 5-6 сағат бұрын холодильникке салып мұздатып қою керек. Себебі жұмыртқаны жарған кезде ақ сарысынан ажыратылуы оңай болады. Жұмыртқаларды біртіндеп жарып, ағынан сарысын мұқият бөліп аламыз. Жұмыртқаның сарысынан бірде-бір тамшы түспеуі керек. Сол кезде біздің бисквитіміз жақсы көпіріп, жақсы көтерілетін болады. Барлығын мұқият бөліп алдық. Енді жаймен араластырамыз. Бірінші миксердің жай жылдамдығына қойып, аз ғана шекерден қосып отырып, көпіршітіп араластырамыз. Бисквиттің бір құпиясы миксермен араластырғанда кемі 15 минуттай араластыру керек. Араластырып болдық. Міне біздің бисквитіміз осылай формасын ұстап тұруы керек. Енді сарысын қосып, жақсылап тағы бір араластырып жібереміз. Ал енді ұнды салу керек. Ұнды асықпай, қасықпен астына үстіне араластырып отырып, жаймендеп сеуіп қосып шығамыз. Дайын болған бисквитті формаға салып, печканың 120 градусына қойып 1 сағат тұруы керек. Міне біздің бисквитіміз пісіп шықты, суыды. Енді оны формасынан алу керек. Бір ескере кететін жайт, бұл бисквитті суымай тұрып формасынан алмау керек. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.